Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді, әдемі, дастарханға керемет көрік беретін, тез дайын болатын салат жасаймыз. Мұнда ең маңызды нәрсе брынзаның қатты түрі болуы керек. Ең бірінші шампиньон саңырауқұлақтарын аршып, үлкенде өтіп турап аламыз. Брынзамыз міндетті түрде қатты түрі болу керек. Майға қуырған кезде формасын сақтап, еріп кетпеуі керек. Черри қызанақтарымызды екіге бөлеміз. Кинза сарымсақтарды майдалап турап аламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық май құйып, брынзаларымызды қызартып қуырып аламыз. Одан соң шампиньондарымызды салып, 8-10 минут қуырып аламыз. Барлығын ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз, зәйтүн майын құйып, араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді, ыстықтай жесе тіпті керемет болады. Көргендеріңізге рахмет. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.